қыз мына жерде нервс болып отыр. Короче, сұрақ қойыңдар деп инстаграмға бір сторис салып қойған ғой. Сөйтсек елдің бәрі Шерхан туралы жазып отыршы. Неме дейді? Бір сұрақ. Нағып Шерханның қасыңызға алып жүрмейсіз Шерханды. Тастамай. Көз жасы жібермейді дейді. Жоқ, болады. Бұл адамдар уже баяғыда айырылысып кеткен, білесіздер, иә. Бота уже нерв болды. Бір-екі сұраққа жауап берді, болды осымен доғарыңыздар десе, қойма, елдердің бәрі жазып жатыр. Еще, кстати, маған да көп адам жазады. Бота мен Шерханды қосыңыздар. Құдай-ау қосып көрдік. Одан еш нәрсе шыққан жоқ. Еще біреулер жазады, Ботаның мінезі нашар, анау-мынау деп. Сіздер білмейсіздер ғой, Ботаның қандай адам екен, қасында жүрген жоқсыздар. Телефонда, стористағы, образдағы адам ол басқа, мысалы, да? Адам ашыла бермейді. Мысалы, мен қасында жүрмін, Ботаның қандай адам екенін мен прекрасно білемін. Мен бұл жерде енді Шерханды да жамандап тұрған жоқпын, бірақ екеуі бір-бірінің адамы емес та, олар вообще қосыла алмайды. Біз көзіміз жетті, содан кейін ары қарай уже мы даже не стараемыз. Екіншіден кеше Шерханның жылап атқан бір видеосы маған елдің бәрі жерді да, Зухра ханым, Бота екеуін қосыңызшы деп. Жылап жататындай қандай ситуация болды деймін да, Бота. Мен жылап үйренемін ол. Камера көрсем жылап бастап ше. Мен айтам да, Бота Шерханның баласымен кездесуіне ешқашан қарсы болған емес. Қарсы да емес, иә. Енді еркек адам өзі келіп, мен баламды көрем демесе. Кеше мен сол жібергеннен кейін қош деп жаңағы бәрін до конца көрдім. Эфирді сол жерде Шерхан айтып жатыр. Не дейді? Мен барсам, жүрегім ауырады, мен қайтадан сөйлескім келеді, сол адамның қасында болғым келеді деген сияқты бір нәрселер айтты да. Мысалы, сонда мен ұмытқым келеді дейді да, сонда ол баласын ұмытқысы келе ма? Или баласын көру үшін сонда обязательно әйелімен бірге болу керек па, или я вообще не понимаю. Просто баласын көрсін. Не обязательно. Ботамен сөйлескен кезде мен білем ғой, мысалы, сен біреумен сөйлесесің ба, сен біреумен сөйлесесің ба дейді да, мысалы, өзіне қатысты емес сұрақтарға қояды да. Зачем ондай сұрақтар? Просто чисто баласын көрсін. Еркек адамдар баласы болғаннан кейін баласына көңіл бөлуі тиіс деп ойлаймын мен вообще. Әйелмен ажырасма болды. Бірақ әйелді ортаға қосып, анау-мынау деген әңгіме. Как ты думаешь, Бота, өзің? Не ойлайсың вообще осы тұста? Енді айтесіңдер. Бағанан бері ішіңе сыймай жынданып отырдың, айтсай? Жоқ, бірер жазып да енді, типа, ренжімеңіз, бірақ сіздің түріңіз суық, сіз андай мінезіңіз жаман, сөйтіп көрінесіз, ешқашан күлмейсіз, сіз постоянно сөйтіп жүресіз, типа, не дейді, стервасыз дейді да маған. Сосын жыным келеді да бір, мен бір андай эфирда өмір бай бір сызылып, беспедайым үзіліп, бір андай бір бүйтіп инабаттыланып, ибаланып, бүйтіп отқан қыз болып, сөйтіп байға тиіп, сөйтіп бір алдап үйленіп, қалай бармын солай көрсетіп, сөйтіп шықтым ғой, құсым мен аспаннан салбырап түскен жоқпын деп байға тие салып ертесіне бүйтіп ұйқымнан тұра салып 180-ге өзгеріп кеткен жоқпын. Ақботаның мінезі. На самом деле, менің мінезім деген, это комфорт. Мысалы, Альмира, сен айтшы. Альмира менің қасымда жұмыс жасайды. 24/7 мен жүрем ғой. Ол шынымен де Ақботаның негізі мінез комфорт. Бірақ ол бір көрген адамға сразу ашыла салмайды. Бір көрген инстаграмдағы адамдарға ха-ха-ха деп олай жыртындап қалған қыз емес. Ол как она есть жүреді. Ал бірақ жанында жүріп, көбірек жүргеннен кейін ол ашылады кәдімгідей. Кәдімгі комфорт қыз. Ешқандай стерва емес. Ашылып әңгіме айта алады, әзілдесе алады. Солай мінез негізі өте жақсы. Былайынша Зухра болса, Нурка бәрі бар ғой. Олар мысалғандай, деп жүреді да, олар көре алады да. Мен ондай адам емеспін, натурамнан ондай адам емеспін. Құсым маған көшеде біреу көрсеш, жыныма неме көріп тұрмаған деп ше. Мен сондай адам. Ой, осыма. Ресторан, мейрамхана 3 қабатты. Бұйырса Кәусардың 3-ші точкасы ашылып жатыр. Қараңыздар. Кәусардың өзінің өнімдерін беріп жатыр. Бұйырса бәріміз баратын боламыз открытияға. Сыйлық. Маған да айтыңыз қақтас деп жазбай қойыппын ғой. 29-да болады. Сен айттың ғой приглашение. Мынаның барлығы біздің Кәусардың өнімдері. Асқарпақшыны. Жоқ, асқарпақ ол ана күздің стилі ғой. Күздің тематикасымен. Сол сіздерге өзіңіз алып айтып жатсыз. Кәусарға екеуі келеді. Бұйырса Кәусар ашылайын деп жатыр екен. Өте үлкен, вообще Қазақстанда болмаған ресторан, мейрамхана 3 қабатты. Соған бүгін бізге сол Кәусардың менеджер қызы шақырту алып кетті. Арайлым деген қыз. Бұйырса қаншасы күні болады? Бұйырса 29 күні, бірақ қазір біз техникалық ашылудамыз.
техника алып жұмыс жасап тұр, келе берсеңіздер болады Каусарға. Все. В общем, мына осындай картинамен. Міне. В общем, бұйыртса Каусарға барайық деп тұрмыз енді ашылуынан. Адресін барлығын сосын қалдырып кетеміз сіздерге. Барам десеңіздер. Тамақ ішуге келдік. Киноға келдік еще. Стейк бар ма? Бүгін предпоказ болады екен, оказывается. Күшті ма? Дәмі? Соны көреміз. Ағаш тауығы, короче. Сондай бір интересный кино көрейік деп тұрмыз, предпоказына келіп отырмыз. Нурка шақырды бізді. Давайте, на как раз Есентайдың қасындамыз жүріңдер деп. Сонымен давай деп. Арайып ма? Вот так всегда с телефонда. Мадур. Арайып, тамақ ішпейсің ба не? Диета. Сен бүгін диетадасың ба? Түнде стейк жеймін десең. Ханымен десей, ханымен. Өте арық қыздар болғаннан кейін біз деген кішкене пожирнее заказ бердік. Слишком арықпыз. Мына толық қыздар сорпа заказ береді, білесіздер енді. Ас болсын бізге. Қош етпен қайрат арқылы. Қалайсыздар достар, залға келген болатын. Тренировка что-то мазам болмай жасай алмадым. Что-то болмай қалды. Бүгін план не удался, короче. Тренировка жасап жатқан кезде, короче, жүрек айнып кетті отыр. Не знаю почему. Сондай болып тұр. В общем, достар, мынау сұрақтар болып жатыр енді. Жана қайда, сен неғып жалғыз жүрсің деп. Просто андай үйден шаршап кетті да, короче, үйден шықпай кетті, босанғалы бері соған үй жағына бір демалып қайтуға барған. Так бәрі нормально. Тренировкадан шықтым, аяқ жалғастырдым, короче, басында бастаған кезде жүрегім айнып, басым айналып быт болып кетті, білмеймін неге екен, давление көтеріліп кетті ме, түсінбедім. И жарты сағаттай ары бері жүрдім. Сонымен жіберді, и дальше бастап қой, короче. Мақта балдар келіп жатыр. Қалайсың, ортаң yaxshimisilar? Tuzimi? Voy, amigazga nima qilibsizlar? Ha? Nima qilibsizlar? Ders bo'lib tursin. Jarqirab tursin, o'ralmaysan. Qayoqdan kelyapsizlar, jana? Olmadim, yaqab keladim. Chadam. Brat. Yo'q. O'ynab oydim. Ballar yo'q.